Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен өзбек самсасын үй жағдайында жасайтын боламыз. Алдымен ыдысымызға суымызды құйып аламыз. Одан кейін бізге қажетті тұз, жұмыртқа және сары майымызды біртіндеп салып араластыратын боламыз. Сары майымызды араластырып болғаннан кейін үстіне қажетті ұнымызды салып тесто илейтін боламыз. Жұмсақ әрі қолға жабыспайтын тесто шығады. Соны біріктіріп холодильникке жарты сағатқа қойып аласыздар. Минуттан кейін тестамызды алып, кукурузный крахмалдың көмегімен нанымызды 3 бөлікке бөлеміз де, жұқалап кукурузный крахмалды себе отырып, нанымызды жазатын боламыз. Толық 3 нанды жазып болғаннан кейін арасына малдың майын немесе сары майды жібітіп, жағып тестамызға бір-бірін үстіне біріктіретін боласыздар. Видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Барлығын өстіп бір-бірін үстіне орналастырып болғаннан кейін нанымыздың бір шетінен орап, холодильникке жарты сағатқа немесе морозильникке салып қойсаңыздар болады. Артынан да пайдалана беруге болады. Мен сразу жасадым. Осындай қатпарлы күшті самса шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоға лайк басып, пікір қалдырып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.